Сәлеметсіздер ме, құрметті Нұрорда қазақ түрік лицейінің мұғалімдері, ұстаздары және көрермендері. Бүгін біз 11 сынып оқушылары физика сабағында отырмыз. Бүгін өте қызықты эксперимент жүріп жатыр. Оны Айдын ағайдан сұрайық. Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз физика пәнінен эксперимент, жалпы көрпе жазғысының пайдалы әсер коэффициентін анықтау. Енді коэффициентті анықтау үшін не істейміз? Біздің жерде жалпы көрпе жазғымыз бар. Белі бір динамометрге жүкті іліп тартамыз. Осы жерде тартқан кезіндегі күшті анықтап, көрпе жазғының ұзындығына көбейтеміз. Көбейткен кезде бұл бізге жалпы жұмсалған жұмысқа тең болады. Ал енді пайдалы жұмысты анықтау үшін жалпы жүкті динамометр білгеннен кейін бұл жүктің салмақты біздің биіктікке көбейткен кездегі бұл бізде пайдалы жұмыс болады. Енді осы пайдалы жұмыстың келтірілген жұмысқа қатынасы бұл көрпе жазғының пайдалы әсер коэффициенті болады. Жалпы енді осы жұмыстың негізгі мақсаты осы көрпе жазғының пайдалы әсер коэффициентін бұрышқа тәуелділігін анықтау болып табылады. Рахмет сіздерге. Рахмет. Біздің осы тәжірибеміздің өмірдегі пайдасы туралы оқушымыз Нұрлан айтып өтеді. Ал енді бұл тәжірибе туралы айтатын болсақ, бұл ежелгі тәжірибелердің бірі. Бұрынғы Египеттегі Мысырдың адамдары бұны қолданған болатын. Олар Египеттің адамдары, Мысырдың адамдары көбінесе осы пирамидалар салатын болатын, және осы пирамиданы сол үшін осы тәжірибені қолданатын болған. Қазір біз осы тәжірибе арқылы көптеген формулалармен есептеп, олардың қалай шығарғанын бәрін өлшеп, соны жасап жатырмыз. Осындай тәжірибелер біздің дарынды оқушыларымызға болашақта пайдалы болады деген сенімдемін.